Фотоконтент түрлері. Инста парақшаңызға бір апта бойы салынатын суреттер тізімін ұсынамын. Мысалы, бірінші күні сіз селфи салсаңыз, яғни өзіңіз жеке түскен селфиіңіз. Екінші күні афиша, яғни егер бизнесіңіз болса, афиша, яғни жарнамалық. Үшінші күн флетлей, яғни әдемі таңғы ас, гүл, табиғат, картинка, әртүрлі композициялар, бірақ үстінен түсірілген. Және төртінші стрит-лук, өзіңізден көшедегі не әдемі зданиялар алдындағы суретіңіз, яғни өзіңіз тұрасыз жерде, артындағы композиция ол көше болады. Осындай түрде. Және бесінші күн селфи, алтыншы күн флетлей, қайтадан жетінші күн стрит-лук. Яғни селфи деген осындай міне өзін өзі түсіру. Түсіргендегі фотоңыз. Стрит-лук ол көшеде тұрған бір композициялары, суреттері. Флетлей ол үстінен түсіретін суреттер, яғни бір заттарды қойып, әдемі үйлестіріп, соны үстінен түсіру. Және ол флетлейдің өзіндік қазір мүмкін мектептерді бар, ережелері бар, қалай оны қояды, әдемілеп, барлығы мысалы диагональ бойынша ма, ортасына ма, круговой ма заттарды қойып, сондай әдемі қылып түсіреді. Мысалы, тауар сатқанда да оны солай жасауға болады, әдемі қылып түсіріп, жақсы цифровой фотоаппаратпен. Және афиша ол әрине ол редактормен жасалады, немесе компьютер, немесе телефонда. Осының барлығын сіз керек болса өзіңіздің парақшаңызда қолдануға болады. Яғни тауар сатқанда да, мысалы киім сататын магазин болса, осындай көшедегі стрит-лук сондай фотоларын жасауға болады. Немесе интернет-магазин болып, мысалы үстінен тауарыңызды қойып, үстінен түсіргеніңіз әдемі болып шығады. Яғни флетлей стилі бойынша. Және афиша әрине ол біздің таргет реклама, әртүрлі жарнамалық, сторизге реклама керек болса, немесе посттарға сондай афиша редактор ғана арқылы жасаймыз. Яғни ол фото емес, әртүрлі текстер, қашан не басталады, қандай бір мысалы курс басталама, не семинар басталама, соның барлығын жазылады. Фотостоктар. Ол не үшін? Сіздің фотоңыз болмаса, телефоныңыз нашар түсіретін болса, және оның сапасы өте төмен болып, сіздің парақшаңызды бұзып жатса, кейде сіз осындай жоғары сападағы фото іздейсіз, бірақ авторлық құқығын бұзбайтындай фотолар керек. Сол кезде фотостоктардан фото іздейсіз. Осы тізімнен фотолар алуға болады. Олар цифровой фотоаппаратта түсірілген жақсы сапалы сондай фотолар. Яғни өзіңіз цифровой фотоаппаратыңыз болып, өзіңіз түсірсеңіз, өзіңіздің тауарыңызды, өзіңіздің бір енді өміріңізді ден соны түсірсеңіз, одан да жақсы әрине. Бірақ егер фотоларыңыз болмай, сондай кей кезде мысалы теңіз суреттер керек болады, тематика бойынша бір тақырыпты ашу үшін, немесе басқа да суреттер. Сол кезде осы фотостоктан фото алуға болады. Алдын ала фотоконтент құру қосымшалары. Uno, Preview, Garni. Осы қосымшалар арқылы біз өзіміздің фотоконтентімізді дұрыстап орналастырып, яғни бұл фотоконтент орналастыру түрлері әртүрлі. Сондықтан біз өзіміздің бір контентіміздің орналасу түрін таңдап, осы қосымшаның ішінде барлық фотоконтентімізді жүктеп, оны орын-орынмен дұрыстап орналастырып, реттеп қойға болады. Және оның кейбір қосымшасында мәтінді жазып қойға болады. Мәтін, хэштег, барлығын. Яғни контент, мәтіндік контентті салып қойға болады. Және күн сайын өз уақытында сіз тек қана публикацияңызды
салып отырасыз. 30 күндікке дайындап қойсаңыз болды. Бұл сізге үлкен жеңілдік болады. Бұл қосымшалар тегін. Контентті орналастыру түрлері. Бірінші түрі ол столбик, яғни бағана. Яғни ақпараттық, жарнамалық тағы басқа деп бөліп тастауға болады. Яғни бір бағананы сіз ақпараттық, бір бағананы жарнамалық, бір бағананы басқа бір тематикаға бөліп тастауға болады. Немесе тематикасына емес, түсіне қарай, яғни қанықтығына қарай. Мысалы, мына суреттер, мына жақтағы суреттер бұл қанық түсті фотоларды қойып отырсаңыз, мына жаққа ортасына орта түсті, орта гаммадағы сондай суреттерді, мында ең сондай ақ фондағы суреттерді қойып отыруға болады. Сонда бір келкі, бір стильде болады бұл. Және столбик екінші түрі, бұл екі жақта және ортасында ақ түсті. Оны да сіз тақырыбына сай бөлуге болады, немесе фотолардың қанықтығына қарай. Яғни суреттердің, не фотолардың, не дизайн болсын, сондай суреттердің қанықтығына қарай бөлуге болады. Мысалы, темасына қарай бөлсек, мысалы, мұнда денсаулықты күту жайлы, мұнда әдемілік жайлы пост, мына жақта жарнамалық пост болсын. Мысалы, біздің марафон басталды, осы күндері басталады, немесе тағды басқа сондай бөліп отыруға болады. Тағды үшінші түрі столбик, яғни бағана, мына жақта екі жақта қанық түсті. Яғни екі жақта да бір тематикадағы бір посттар болуға салса болады, және ортасында бір тақырып. Немесе қанық түсті және ортасында ашық түсті ғана қойып отыруға болады. Яғни тек қана сондай тақырыпқа емес, фотоның қанықтығына қарай бөліп қойсаңыз. Шахмат түрінде де жасауға болады. Яғни мына жақта бір продающий пост, яғни мына астында арты қанық түсті көрдіңіз бе? Бір түсті барлығы мына жақта барлық қанық түсті барлығы шахмат түрінде орналасқан. Мына жақта ақ фондағы суреттер. Яғни ол аппақ емес, бір суреттер болуы мүмкін, бірақ ол ақ фондағы сондай суреттер болады. Мынау бір қанық түсті фотолар, қоңыр емес, сондай контрастный, немесе сондай қанық түсті, сондай қою суреттер бар. Суреттер, яғни бір типтес суреттер, олар барлығы шахмат бойынша орналасқан. Және мұнда көрсетілген темалары бойынша, тақырыптары бойынша қалай орналастыруға болады. Яғни өзіңіздің продающий постыңызды қойып отыруға болады. Содан кейін міне поболтать, яғни өзіңіз аудиториямен біраз сұхбаттасып, жай сөздер, жай эмоцияларыңызды беруге. Содан кейін жұмыс бойынша оплата, доставка, қалай заказ жасауға болады, соның барлығын өзіңіз туралы және қандай кеңестері бар. Содан кейін шутки, акция дегендей, қайтадан мұнда товар, услуга, товарыңыз суреті, содан кейін өзіңіз жайлы қайтадан. Мысалы, мынау осындай тематикада барлығы бір блогерға келеді. Мысалы, ол өзін туралы айтады, және кеңестер береді, бір өзінің ойларын жазады, акцияларын жасады, және әрине өзінің аудиториясымен бір, мысалы, өзінің қызықты әңгімелерін жазып отырады. Міне осы контент орналастыру түрін қараңыз. Мұнда біраз кішкене басқадай, мұнда диагональды орналасқан, яғни міне осылай фотолар орналасқан, яғни бір стильде бір фотоны осылай диагональ бойынша орналастыру арқылы фотоконтент орналасқан. Және рубрикаларын, міне әртүрлі рубрикаларын бәрін осылай алдын ала схема жасап, өзіңіз жасап қоюға да болады осындай түрде.
өзіңізге қарай, өзінің тематика қарай өзгертіп жазып, мысалы бір өзіңіздің рубрикаларыңыз болса, не продающий пост, яғни сататын пост, жарнама жайлы өзіңіздің жеке фотоларыңыз міне мында осы 3-4 посттарға личный фото, яғни өзінің жеке фотоларын 3 рет қана қойылған, және басқа рубрикалар қойылған. Міне контент орналастыру түрлері, міне мында тағы да шахмат түрінде орналасқан, дизайн бойынша, яғни мында қанық түстер, және мында басқа кішкене қызылдау келген сурет, ода шахмат бойынша. Енді қараңыз, ал тематика бойынша әртүрлі міне. Осылайда, мысалы, хабарлар, өзіңіз жайлы, және жарнама, сауалнама, пікірлер, информация о покупке дейді, бір эксперттің ой пікірі, цитата міне. Әртүрлі сонда барлығын араластырып, әртүрлі осы 3-4 деген постқа әртүрлі тематикасын дайындап қойылған. Сондықтан сізде осылай бір схема жасап қойға болады. Бірақ бірінші өзіңіздің рубрикаларыңызды реттеп болған соң. Міне мұнда да қызық постқа қандай идеялар міне осы тақырыптан сай қандай идеялар болады, міне соны жазылған, оны да қолданса болады. Суреттерді өңдеу қосымшалар өте көп. Солардың бірісі міне мыналар. Мысалы, Adobe Sketch ол коллаждар үшін бойлау үшін, авторлар түрлі түсті коррекция, яғни пресеттер жасау үшін. Мысалы, Lightroom міне Visco түрлі түсті коррекция, яғни пресет жасау үшін. Makeup плюс, яғни макияж жасау үшін. Сонда әртүрлі мақсаттарға арналған қосымшалар. Фотогрид, видеодан коллаж, фотолаб, креативті өңдеу, PixArt және фотоэффектілер міне. Барлығы, мысалы, QuickJam, ретро-фото жасау. Мысалы, ретро-фото жасау керек болса, осыны қолданасыз. Пресет жасау керек болса, мынаны қолданасыз. Рамка керек болса, фондар, фильтрлер, шрифттер, мынаны қолданасыз. Және түрлеріңізді, мысалы, фейстун, тез арада арықтау, дене бітімін өзгерту, теріні жақсарту, макияж жасау міне. Әртүрлі сондай жеке сондай бір приложениялар, қосымшалар болады. Немесе шрифттерге арналған, смайлдарға арналған. Сондай барлығы жеке-жекеден жасалған қосымшалар бар, бірақ кейбірлері барлығы ішінде қосылған приложениялар, яғни қосымшалар бар. Бірақ оның барлық ассортименті үлкен емес кейбірлерінде. Мысалы, стикерлер аздау дегендей. Немесе фондар аздау. Сондықтан бір-бірден қолдануға болады, немесе бір комплексный бір приложение жүктеп алуға да болады. Память жақсы болса, оны жеке-жеке қосымшалармен қолданса жақсы болады. Өйткені ішінде функциялары әртүрлі көп болады. Түстер үйлесімділігі, цветовая палитра деп орысша айтылады. Оны не үшін біз оқып жатырмыз? Себебі біз Instagram дизайнын жасау үшін, немесе сайтымыздың дизайнын жасау үшін бізге түстер үйлесімділігін тауып алу керек. Оның болашақ дизайн жасамай тұрып, қандай түстер қолданамыз, соны анықтап алуымыз қажет. Біз дизайнер емеспіз. Біз ешқандай дизайнер білімді жоқ. Қандай түстер бір-біріне үйлесімді екенін білмейміз. Яғни түсін үйлесімділігіне қарамай жасасаңыз, мүмкін түрлі қателер жасап қалуыңыз мүмкін. Яғни әртүрлі сондай цыганский стиль, сондай көзге оғаш көрінетін, немесе көзді шашататын сондай түстер таңдап алуымыз мүмкін. Сондықтан осындай сайт бар, colorschema.ru, және басқа да сайттар, әртүрлі сайттар әрине интернетте табуға болады, бірақ мен сізге осы сайт арқылы түстерді таңдауды көрсетемін.
браузерге кірдік те осы сайттың адресін жаздық. Мұндай міне парақша ашылды сайт. Енді міне қараңыз. Мұнда моно, контраст, триада, яғни екі түсті, бір түсті, сондай бірнеше түсті, сондай триада, үш түсті, сондай көп, одан да көп түстер қолданатын дизайндар таңдауға болады. Түстер, мысалы, сіз сондай бір түсті ғана аккаунт қалайсыз, бір ғана түс ғана, сондай бір сап-сары немесе көк. Осындай міне настройкасын таңдап, мына жерде әртүрлі түстерін таңдайсыз басып. Барлығын басып көресіз осылай. Ақырындап қандай түстер сізге ұнайды, соны басып көресіз. Мына жерде қазір көрсетейін. Мына жерде RGB деген түстер көрсетілген, яғни әр түстің өзінің уникалды бір түсі коды бар. Оны сіз жазып алуыңыз қажет. Яғни сіз фирмен стиль болса, сол фирмен стиль қандай түс болса, сол мысалы оны шрифтында қолдансаңыз болады, плашкасында қолдансаңыз болады. Сондықтан мынау түс керек болады. Сіз болашақ дизайн жасағанда соны түсін осындай дәл осындай түс шығу үшін осының кодын жазып алу керек. Немесе мындай стильде жазып тұрады міне түсі. Және тағы да бар решетка арқылы жазылады, бірақ мұнда жазылмаған. Қазір енді мына жақта міне контраст. Мұнда да әртүрлі түстерін міне мына жерде көрсетілген. Міне стрелкамен көрсеткенде, стрелка басқанда үстінде міне решетка 619A20. Осы түстерді міне жазып алуға болады. Міне осының барлығын жазып алуға болады. Міне немесе мына жерден міне триада. Осы түске мысалы қандай түс керек, соның барлығын міне өзгертуге болады. Яғни мұнда астында цветовой круг арқылы, тонкая настройка арқылы список цветов деген бар міне. Сол арқылы таңдап көруге болады міне. Осының барлығын өзіңіз таңдап, әдемі түстерін, цветовой гаммаларын бәрін қарауға болады. Мысалы, мына түс тонкая настройка арқылы да барлығын өзгертіп, соны түсін бәрін қарап, болашақ парақшаңыздың немесе сайтыңыздың түсін таңдауға болады. Мысалы, осындай түс таңдадық. Тетрада. Сосын міне пример светлой страницы, пример темной страницы деген бар. Соны қарап көруге болады. Мысалы, осы сайттың пример, яғни осы дизайнда қалай болып көрінеді. Немесе темной страницы. Қараңғылауы. Және осында мына адресті де жазып алуға болады. Если керек болса, осы түс ұнаған сол жақтан сосын адресін қарап отыруға болады. Бірақ сіз өзіңіз дәптеріңізге бір жерге жазып алсаңыз, барлық кодтарына решетка арқылы, оны сіз телефонда да қолдануға болады. Түсті өзгертіп, енді инстадизайнды телефоннан жасаған қолайлы, сондықтан қағазға жазып, оны әрқашанда сол бір түсті қолдансаңыз жақсы.